Ақша бердім. Сендерге ақша бердім. Мен маған ақшам бердіңіз. Почему маған 2500 теңге? Рахмет. Менде 5000 теңгем. Мен әшейін орамалды жанама алдым ғой, сен көйлектерді жанама алдың. Неге? Саған мен 5000 теңге, маған 2000. Рахмет. Негізі мен саған мен сіздерге бар шындықты айтайын. Негізі мен ана сұрақтар бөлімінде неге менің көйлек пен орамалды не қылған кезде мен қалай женіп кетіп көйлекті алғанымды айтайын ба? Себебі мен сіз дәретханаға кеткен кезде осы парақтың ішіндегі сұрақтардың бәрін оқып қойдым. Сол үшін мен көйлек рөлін сіз негізі асу деп жазып қойыпсыз, бірақ мен оны ауыстырып көркем деп жазып қойдым. Мені кешіріңдер. Сол үшін міне 2500 теңгенің өзі ақша ғой. Жай ғана 4 көйлекті жарнамаласаң 10 теңге шығады. Не болыпты? Маған 2500 теңге болады. Мен сенің үйіңді көрдім. Сенің үйің сәл бір түрлі екен, кедей екенсің. Сол үшін сен 5000 теңгені ал. А менің үйім 2 этажный, мен баймын. Маған 2500 теңге болады. Осы 2500 теңгенің өзі ата-анам үшін ақша. Мен бай болсам да жаман емеспін. Сен 2500 теңгені ал. Сізге рахмет. Бізді модель қылдыңыз. Сіздің арқаңызда біз енді өзіміздің жұмысымызды таптық. Сізге рахмет.